Баршаңызға сәлем, менің есім Маружан, бұл Сайбер алаң. Біз Қазақстан мен әлемдегі киберспорт туралы айтамыз. Киберспортқа қатысты өзекті жаңалықтардан хабардар болғыңыз келсе, біздің арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. 4 қыркүйек күні Румынияның Яссы қаласында ISF кибердисциплиналары бойынша 15-ші әлем чемпионаты аяқталды. Әлемнің әр өңірінен келген ұлттық құрамалар CSGO, Dota 2, eFootball 2023, Tekken 7, MLBB және PUBG Mobile бағыттары бойынша бақ сынасты. Естеріңізге сала кетейік, ISF бұл тек ұлттық құрамалар ғана қатысатын турнир. Өткен жылы дәл осы турнирде қазақстандық құрама PUBG Mobile бағыты бойынша алтын жүлдені иеленіп, чемпионатқа іріктеусіз өткен болатын. Сонымен қатар қазақстандық командалар Tekken 7, eFootball 2023 және MLBB бағыттары бойынша бақ сынады. Қатысушылар мен турнир жайлы жалпы ақпарат Қазақстан Киберспорт Федерациясының ресми арнасынан алынды. Өкінішке қарай, биылғы турнирде қазақстандықтар ешқандай жүлде алмады, есесіне шайқас алаңында сондай керемет әрі тартысты ойын көрсетті. Дегенмен біз PUBG Mobile бойынша жеңіске жеткен көршіміз қырғызстандық құраманы құттықтаймыз. 20 тамызда BigPlay GG киберспорт платформасы арнайы слот үшін жарыс ұйымдастырған болатын. Ол слотты жеңіп алған қатысушылар ең беделді PMPL турниріне PUBG Mobile бағыты бойынша қатысуға мүмкіндік алады. Слотты Falcons White командасы ұтып алды, ал бұл команданың құрамында бұрынғы Titan Gaming тобының бұрынғы капитаны Дамир Омаров болатын. Естеріңізге сала кетейік, Titan Gaming командасы былтыр Балиде ISF бойынша өткен 14-ші әлем чемпионатында жеңіске жетті. Алматыда тамыз айының аяғында Алматы Cyber Games Cup турнирінің LAN финалы өтті. Оған қатысушылар FIFA 23, Dota 2, CSGO бағыттары бойынша қатысты. Турнирді ұйымдастырған iPlay Esports'тың Instagram парақшасындағы деректерге сәйкес, FIFA 23 бойынша Әлеке, Dota 2 дисциплинасы бойынша Шах вперед, ал CSGO дисциплинасында Авангар 1xBet командасы жеңіске жетті. Қатысушыларды шын жүректен құттықтаймыз. Бұрын болмаған оқиға. Биыл қыркүйекте Қытайдың Ханчжоу қаласында алғаш рет киберспорт бойынша басқа да классикалық спорт түрлерімен қатар Азияда өткізіледі. Оған біздің отандастарымыз да шақырылған болатын. Қазақстан Республикасының Киберспорт Федерациясының мәліметіне сәйкес, қазіргі таңда ұлттық құрама компьютерлік клубтарда дайындық кезеңіне кірісіп кетті. Қатысушыларға шын жүректен сәттілік пен жеңіс тілейміз. Ал енді Dota 2 әлемдегі жаңалықтарға тоқталсақ, Entity және Quest eSports командалары 12-ші The International'ге жолдама алды. Бұл неге маңызды жаңалық деп отырған боларсыздар, өйткені 12 жылда алғаш рет бұл екі команданың құрамында біздің отандастарымыз ойнайды. Қазақстандық Әлімжан Вотсон Исламбеков Entity үшін және Айбек Тоқаев Quest eSports үшін бақ сынасады. Отандастарымызға шын жүректен сәттілік тілейміз. Ал енді халықаралық киберспорт жаңалықтарына тоқталсақ. Сауд Арабиясы киберспорттың эпицентрі болады. 2024 жылы олар ресми түрде киберспорт бойынша 16-ші әлем чемпионатын өткізеді. Бұл ақпарат 5 қыркүйек күні ISF-тің ресми парақшасында жарияланған болатын. Сонымен бірге Сауд Арабиясы Эр-Риядта киберспортқа бөлек қала ашып, оны 2024 жылы салып бітіруді жоспарлап отыр. Counter-Strike Global Offensive емес, енді Counter-Strike 2. 1 қыркүйек күні Valve компаниясы Counter-Strike 2-ның бета-версиясын максималды ойыншыларға таратқанын хабарлады. Айтпақшы, YouTube'да бұндай шолулар өте көп. Көпшілік ойынның бета-версиясын ұнатқанымен тағы бір ескере кететін жайт бар. Егер сіз компьютеріңізді көптен бері жаңартпаған болсаңыз, онда Counter-Strike 2-ні ойнау барысында қиындықтар болады. Біз Сайбер алаң командасы Қазақстанда киберспортты дамыту және киберспортқа қатысты қазақ тілінде контентті тарату мақсатында апта сайын осындай жаңалықтарды бөлісіп отырамыз. Киберспортқа қатысты өзекті жаңалықтардан хабардар болғыңыз келсе, біздің Telegram, YouTube арнамызға және Instagram парақшамызға жазыла кетіңіздер. Сіздермен болған мен Аружан, келесі кездескенше.